Менің есімім Жеңіс. Менің ешқандай адам баласы білмейтін үлкен құпиям бар. Мен адамдардың ойын оқи аламын. Блин, қайрат көп опытылып қалған емес. Шымкенттен көшпей, осы қалада қала берсем бе екен, а? Қазіргі жігіттердің бәрі мелочный болып кеткен. Мә, ұнатып жүрген қызыма сөз салайын десем, әйелім ұқсап келмей жатыр. Ал менің бар қалауым, ерекшелігімді өзгелер ешқашан білмей кетсе екен. Өміріме қауіпті. Кешір, брат. Інім өзің қойып. Ал бұл менің жұмыс орным. Назарбаев 55-тегі Global Coffee House. Аға, байқадыңыз ба? Осы Жеңіс бізге жұмысқа тұрғалы, касса көтеріліп, клиенттер көбейді. Байқадым. Көз тиіп кетеді, айта берме. Жеңіс жатқа жігіт қой. Сәлеметсіз бе? Global Coffee House'қа қош келдіңіз. Не қалайсыз? Бәлкім сізге латте, карамель сиропымен алдыңыз әкеп берерім? Сіз оны қайдан білдіңіз? Или сізге средний ыдысқа құйып, жанына шоколадный пончик берейін ба? Мен сіздерді обожаю, мен бірыңғай осында келмесем. Сіз тура таптыңыз ғой мен ойымды. Рахмет сізге. Сіз тоқтаңыз қазір. Мына чиуи сізге. Ой, жоқ, әуре болмаңыз, чиуи керек емес маған. Алыңыз, сіз осыған лайықтысыз. Ой, жоқ, мен өзім жұмысымды істеп жүрмін ғой, девушка, мен білесіз ғой, мен өз оң қалтама салсаңызшы, қолым суда просто. Лайықтысыз. Рахмет. Карина. Не үшін бұл? Көп қой? Көп болғанда сол чиуиден жинағандарым ғой. Қазбек аған еміне керек болып қалады. Сен менің ағамның ауырып жүрген ақтан білесің? Өткенде әңгімелерің есіп қалды өтіп бара жатқан кезде. Сосын не ғой, менің ана келесі айлығымның жартысын ғана берсін де жетеді. Қалғанын сол емге жұмсайсыздар ғой. Мен клиенттерім күтіп қалды. Досжан, точно бүгін ғой, ә? Калиш, Алмашқарға айтып қойды, бәрі дайын отыр. Күте тұра аппағым, бүгін сені алып қашам да бақытты қылам.